Қыздар, естіңдер ма, жақында бал болайын деп жатыр? Я естідім, мен Асанмен барамын. Мен Абаймен барамын. Маған Айханмен сөйлесіп көру керек. Жақында бал болайын деп жатыр екен ғой. Мен жуым болуға қалай қарайсың? Мен негізі Айнамен барамын деп ойлағам. Аяна? Жақсы онда, мен басқа біреумен бере саламын. Қыздар, менде бір ой бар. Ана қызды орнына қой екен. Үш қыз болып бір қызды орнына қоя аламыз ба? Сен не істеп жүрсің? Сен не істеп тұрсың? Сен мен ұқпадың ба не? Сен бәрібір Алиханның жанында көрсек, бізден жақсы күтпе. Алихан, тоқта. Сен сонда 8 жыл достығыңызда бір Аянаға сатпақшысың ба? Біздің арамызда достықтан басқа ештеңе жоқ және болмайды да. Жай ғана дос болып қала берейікші. Мен сенің босқан өткендерің келмейді. Сендер Алиханды орнына қойып бере аласыңдар ма? Иә, біз көмектесе аламыз. Ал сендер бізге немене бересіздер? Біз ісін бітірдік, ақшамыз қайда? Біз ақша берген жоқ. Бізге уәде берген жоқ. Біз сендерге ешқандай ақша бермейміз. Айтелі, қыздар, мен Аянаға деген бір жоспарым бар. Айтелі, сен тым артық кетіп қалған жоқсың ба? Аянаның ешқандай кінәсі жоқ қой. Сонда сендер мені кінәлі деп ойлап тұрсыңдар ма? Сен тарихқа не жұмыс істедің ба? Жоқ. Сендер? Сен ше? Жоқ. Мен сен көз жасында болады. Рахмет. Айтпақшы, Аяна сен бізді кешірші. Жоқ, қыздар барлығы жақсы ғой. Шынымен де артық кетіп қалған сияқтымын. Жақын құрбыларымнан да айырылғым келмейді. Бірақ Аянаның еш кінәсі жоқ қой. Олардан кешірім сұраған жөн болар. Мен кешірмеші. Аяна, мен кешірші, мен өз қатемді